Сәлеметсіздер ме? Бүгін баклажан қосып картошка қуыратын боламыз. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай керемет дәмді тағам шығады. Бұл тағам дайындауға 20 минут, ары кетсе 30 минут қана қажет. Өте тез дайын болады, асығыста жасасаңыздар болады. Ол үшін бізге 2 пияз, 5-6 картошка, 2 баклажан, 2 болгарский, 2 сәбіз. Үйдегі бар заттарды қоссаңыздар болады. Қазір жаз уақытысы, жеміс жидектердің барлығы пісіп жатқан уақыт, көкөністердің пісіп жатқан уақытысы. Міне видео ұзақ болып кетпесін деп барлығын турап көрсетіп жатырмын. Осындай қылып алдын ала турап аламыз. Бұны турауға бір 5 минут уақыт кетеді. Осылай алдын ала турап аламыз, дайындап. Қазанды отқа қойып қыздырып аламыз да, үстіне қажетті сұйық майды құятын боламыз. Өзіміздің дайындап жатқан тағам мөлшерімізге қарай құямыз. Енді осы қызып тұрған майдың үстіне болгарский, пияз, сәбіз барлығын бірге қосатын боламыз. Және де араластырып қуырамыз осылай. Оны қуыруға бір 5 минут қана уақыт кетеді. Енді осының үстіне картошканы саламыз. Және араластыратын боламыз осылай. Енді осының үстіне баклажан саламыз. Баклажанды да жақсылап араластырып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Тұз салып қойған соң бір келгенде араластырып аламыз. Үстіне бір кесіп қоямыз. Енді қақпағын жауып, жай отта 20 минутта пісіріп аламыз. Міне тағам дайын болды. Өте керемет иісі деген мүңкіп тұр. Керемет дәмді болып шықты тағам. Дайын тағамды осылай ыдысымызға саламыз. Үстіне туралған пияз салатын боламыз. Міне. Осымен тағамымыз дайын болды. Ас болсын бізге. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.